күтпеген жағдай орын алды. Қыздар арасында әсіресе Зарина бастаған топ сыйлыққа деген қызығушылықты бәсекелестікке, тіпті ашкөздікке айналдырып жіберген сияқты. Тәуіржанның бітпейтін қымбат сыйлықтары қатысушы қыздарды таң қалдырды. Сейфулланың сыйлығы біткеннен кейін Тәуіржан есімді блогердің Заринаға деген қымбат сыйлықтар мен гүлдері әлі де бітер емес. Алайда сыйлыққа деген ашкөздік пе, тойымсыздық па қатысушы қыздардың таныстығына кедергі келтірді. Күтпеген жағдай орын алды. Фортуна мен үміткері сыйлық үшін жаға жыртысты. Фортунаға күнделікті сыйлықтар жібермеген үміткердің басы бәлеге қалды. Ашуға булыққан желі қолданушылары жарыса жазды. Фортуна, Зарина екеуің подаркаға тоймайсыңдар ма? Сыйлық алу үшін жобада отырған қыздар махаббат сезімі бәрі қайда қалды? Балауса ханым, бұл не болып кетті? Бұл қосылайық емес, сыйлық сұрайтын программа боп кетті. Фортуна, Айгүл, ақерке деген қатысушыларға сыйлықтан басқа ештеңе керек емес. Зарина тоқтатам деп сыйлық берсе жалғастырады. Бәрі сондай, Зарина ғой соны үйреткен. Сыйлық жасамаса тоқтатам деп жігіттерге. Зарина да сыйлық үшін отыр. Бай керек емес сендерге, сыйлық керек болса бай жігіттерге тиіңдер. Бекзаттың гүл бермейтіні осыдан ғой. Бір сыйлық берсе қыздар ашкөзденіп сұрай береді. Балауса ханым Фортунаға ұрысқандай боп Заринаға тигізіп айтты. Потому что жігітті ұнатпаса да сыйлық сұрайтын Зарина, сыйлықтың пәлесін Зарина шығарып қыздарды соған бағыттап отыр. Ақеркеде Фортунада кетсін бетсіздер. Ата енеге құл болмаймыз деп айтқаны дұрыс емес. Қыздардың беттері ашылып келе жатыр. Заринада дүние қоңыз ғой. Ақеркеде Сержан сараң болғасын тоқтатты емес пе? Деп жарыса жазды қолдаушы апалар мен көрермендер. Ал Тәуіржанның сыйлығы қашан бітеді? Ол жағы әзірге белгісіз.